Сәлем балалар, көркем еңбек сабағын бастайық. Бөлім. Қоршаған орта. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жануарлардың алатын орны. Мақсаты. Шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар жинау. Балалар, сабағымызды жұмбақпен бастайық. Мен сіздерге жұмбақ жасырғым кеп тұр. Бетегелі белге бітем, найза ұстаған ерге бітем. Бұл не болды екен? Кәне ойланып көрейікші. Кәне балалар, жұмбақтың шешуін таптық па? Сонымен бұл не екен? Әрине, бұл жылқы. Жылқы үй жануары. Ал балалар, жылқының орыс тілде қалай аталады? Ағылшын тілінде қалай айтылады? Айтып жіберейікші. Келесі жұмбақты жасырайын. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар, 8 тұяғы бар, иегінде сақалы бар. Бұл не болды екен? Кәне, ойланайық. Кім бірінші жауабын табар екен? Сонымен жұмбақтың шешуі әрине ешкі. Ал балалар, ешкіні орысша қалай айтады? Ағылшын тілінде қалай айтады? Келесі жұмбақты қарайық. От басында құмған, 2 көзін жұмған. Бұл не деп ойлайсыңдар? Ал балалар, келесі жұмбаққа келейік. От басында құмған, 2 көзін жұмған. Бұл не болды екен? Кәне, жауабын кім біледі? Жұмбақтың жауабы мысық. Кәне, орыс тілінде және ағылшын тілінде айтып жібереміз. Келесі жұмбақ. Қалың қорық нуға бітем, қор үзілген қуға бітем. Бұл жұмбақтың жауабы не болды екен? Бұл жұмбақтың жауабы өзіміз күніге сүтін ішетін сиыр екен. Кәне балалар, кім бірінші орысша айтады? Сиырды орысша қалай айтады? Ағылшын тіліндегісін айтып жібереміз. Келесі жұмбақ. Кішкене ғана бойы бар, айландырып киген тоны бар. Қалай ойлайсыңдар? Бұл жұмбақтың жауабы не болды екен? Бұл жұмбақтың жауабы қой. Балалар, қойды орыс тілінде қалай айтады? Ал ағылшын тілінде қалай айтады? Біз жұмбақты жасырдық, жауаптарын таптық. Жасырылған жұмбақтардың бәрі үй жануарлары. Адамдар мен жануарлар қоршаған ортада өмір сүреді. Мыңдаған жылдардан бері ит адамның 4 аяқты досына айналған. Мысық та сүйікті жануарларының бірі. Үй жануарлары туралы білетінді есіңе түсір. Дүниетану сабағында үй жануарлары туралы не білдің? Әрине, дүниетану сабағынан біз үй жануарларын өткенбіз. Ол жерде әр жануардың өз пайдасы туралы айтылған. Мысалы, мысықтар үйдегі тышқандарды ғана аулап қоймайды. Мұражайда өнер туындыларында қорғайды. Мысалы, Ресейдің ірі мұражайы Эрмитажда 70-тен аса мысық бар.
Олар мұражай экспонаттарын тышқандардан қорғап, құтқарушы қызметін атқарады. Ал енді балалар, мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер де ит пен мысық туралы қандай қызықты мәліметтер білесіздер? Жануарлардың қандай пайдасы бар? Осы мәліметтерді параққа жазып, маған WhatsApp-пен жіберсеңіздер, өте тамаша болар еді. Шығармашылық жұмыс. Үйіңдегі бір жануар туралы шағын әңгіме құра. Егер үйіңде ешқандай жануар болмаса, өзің жақсы көретін жануар туралы жаз. Жер бетінде таңғажайып жануарлар мекен етеді. Жануарлардың бірінен бірі дене тұрқына қарай өзгешеленеді. Алып жануарларға піл жатады. Керік те алып жануарлардың бірі. Ең алып балық кит екенін бәріміз білеміз. Балалар, жануарлар түсі және түсінің ерекшелігі бойынша да өзгешеленеді. Мысалы, ақ және қоңыр аю болады. Зебра мен жолбарыстың жолағы, керік пен сілеусіннің дағы бар. Сондай-ақ, жануарлар дене құрылыстарымен де ерекшелігі бойынша өзгешеленеді. Мысалы, пілдің құлағы мен тұмсығы үлкен. Ал түйенің екі өркеші бар. Жер бетінде ең үлкен құс түйе құс. Оның биіктігі 3 метр. Ал ең кішкентай құс колибри. Оның өлшемі бар болғаны 6 сантиметр. Кіп кішкентай болғанмен жер бетіндегі ең әдемі құстардың бірі. Балалар, енді тапсырманы мұқият тыңдап алыңдар. Өздеріңе ұнайтын үй жануары, болмаса жабайы жануарлар, құстар, балықтар. Осылардың ішінде ұнаған жануардың суретін саламыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сіздермен бірге болған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек.